құрметті оқырмандар, бүгін сіздермен 19-шы сабақты бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу. Оқулықтың 73-ші беті. Бірінші тапсырма. Шарлардағы сандардың ішінен қима қағаздарды жазылған сандардың барлығын бөлуге болатын сандықтар сәйкес теңдіктерді жаз. Бұл жерде барлығына бөлінетін 60 саны мәндерін шығарамыз. Бөлуді жоғарғы разрядтан бастап орындайды. Алдымен алғашқы толымсыз бөлінгішті және бөліндідегі цифрлар санын анықтайды. Яғни мысалға 6 таңбалы сан болса, мысалы 568 мыңды мысалға 300-ге бөлу керек болса, яғни бөліндідегі цифрлар санына қарай анықтап аламыз. Келесі тапсырма бұл қалдықпен бөлу. Бұны біз керісінше тексеруге де болады. Тексерген кезде бөліндінің мәні мен бөлінді екеуін көбейтеміз, қалдықты қосамыз. Сол кезде бөлінгіш шығады. 6-шы тапсырма. N және M қалаларының арақашықтығы 309 км. Осы қалалардың бір-біріне қарай екі автокөлік шықты. Біріншісі 108 км болсын, екіншісі 47 км жүрді. Бір-бірінің арақашықтығы 154 км. Бұл күрделі теңдеу 7-ші тапсырма. Күрделі теңдеуді әуелі қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Мәнін тексереміз.